Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Арыс қаласындағы номер 17 колледждің ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану мамандығының өндірістік оқыту шебері Мақұлбекова Бибизара Баратбайқызы. Бүгін сіздерге ағаш бұйымдарын жасау тақырыбында бейне сабағын өтемін. Сабақтың мақсаты: ағаш өңдеу туралы түсінік, ағаш ойықтау туралы түсінік, ағаш ойықтаудың кең таралған түрлері, ағашты бояу түрлері бойынша түсінік. Ағашты өңдеу. Ағаш өңдеу ағаштан жасалған бұйымның арнаулы өңдеуден өткізіп кәдеге жарату жолдары. Дайындалатын заттың бетін тегістеу, оймыштап бедер салу, бояу ағаш бетін қыздырылған металмен қару, біздің ұшымен қарып өрнек жазу, түсіру, тағы да басқа тәсілдер жатады. Аталған тәсілдерді көбінесе үй жиһазы, көбіне ыдыс аяқ түрлерін, саз аспаптарының, үй ғимараттың ағаш бөлшектерін, тіреу, есік, қақпа жағы және тағы басқа өңдеуге қолданған. Ол үшін әшекейленетін ағаш бетіне өрнектің нобайын біз тәрізді өткір аспаппен немесе қызған иненің ұшымен батыра сызып алып, әр түрлі мәнерде иілген теміртек, яғни металл қалыптарды отқа қыздырып, өрнектің бойын қуалай қарып күйдіріп шығады. Қарағай, самырсын, шырша тәрізді шайырлы ағаштардан жасалған бұйымдардағы ағаштың табиғи өрнегін, яғни текстурасын айқындай түсу үшін өңделген бұйымның оттың жалынына шарпытып алса, ағаш талшықтарының шайырлы жерлері сақталып, шайыры жоқ тұстары күйіп, қара-қоңыр түске еніп, жолақты табиғи өрнек пайда болады. Ертеректе шеберлер ағаш бұйымдарға ру таңбаларын, адам аттарын, ою-өрнек түрлерін қарып түсірген. Ағаш бөліктерін қатарластыра қарай отырып, сарғыш қоңырдан шымқай қара түстің арасындағы реңдерді шығарған. Ағаш оймыштау немесе ою. Ағаш оймыштау, ою, кәделік ағаштың бетін ұңғитын, оятын аспаптардың көмегімен ағашты кертіп, қырнап, ұңғып, өрнекті бедер салу тәсілі. Ағаш шеберлері сүргілеу, өңдеу, майдалау, тесу, қашау, ұңғылау және тағы басқа жолдармен ойып-оймыштап бедерлеген. Оймыштауда ағаштың сүрегі мен жылдық сақиналарының бағыты ескеріледі. Егер оймыштау бағыты ағаш талшықтарымен бір бағытта болса, ұзын сүрек түседі. Ағашты оймыштаудың бірнеше түрлері бар. Бірі үш қырлы ою, А бетінде бірдей көлбеулікте тігінен ойылады. Өрнектің нобайы белгіленгеннен кейін алдымен қырларының тұсынан тігінен кертіп тіледі де, өрнектің сыртқы контурының аралығы көлбеулеу қырналады. Бұл тәсілмен кесеқап, сандық беттерін безендіруде көп қолданылады. Ағашты оймыштаудың кең таралған түрі. Жазық бедерлі ою, құрылымы күрделі болып келеді. Ағаш бетіне өрнек нобайы салынып, имекбас қашаумен ойылады да, өрнектердің аралығы қонға дейін қашаумен алынып тегістелінеді. Қиып салынған оймыштау тәсілінде ағаштың әр жерінен бәрімен тесіп,
пышақпен аралап алады. Одан сапты аяқтың сабын, төсек ағаштың, сандықтың, жүк аяқтың жақтауларын көруге болады. Көбінесе кебеже, сандық пен абдыра беттерін екі көлбеу жақты оймыштау тәсілімен безендіреді. Ондайда өрнектің контурынан фонға, сонан кейін керісінше келбеулеп ояды да қырын тегістейді. Бедер анық тереңірек шығады. Ағашты көркем өңдеу оймыштау тәсілдерінің бірнеше түрі қатар қолданылады. Әртүрлі әдістердің астасуы көркем форманы жандандыра отырып композицияны байытады. Ағашты бояу. Ағаштан жасалған затты ертеде қазақ шеберлері көбіне табиғи бояулармен сырлаған. Бояудың құрамында май болса, ағашқа сіңіп, саз аспап дыбысына нұқсан келтіреді. Көбіне үй ағаштарын бояуға сарғыш түсті топырақтан алынған жусанды кең қолданған. Тамыры бояу, қына, раушан, сары ағаш, шырғанақ тағы басқа сол сияқты өсімдіктердің тамырын бояуға араластырған. Емен, тал, терек ағашының қабығы, ерімен мен, жусанның бүрі, жеміс ағашының күзде түскен жапырақтары, пияздың қабығы да бояу әзірлеуге жарамды. Өсімдіктерден бояу алу үшін шеберлер олардың тамыры, қабығы, жапырағын кептіріп, ұсақтап алып қайнатады. Бастқы ретінде аздап ас тұзын ашудас қосып, ұзақ қайнаған соң ірімтігін алып, бояудың қамжылым кезінде ағашқа былғауышпен жағады. Бояу біркелкі сіңу үшін боялатын ағаш бұйымды алып алдын ала ылғалдап алады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.